Армысыздар. Назарларыңызда бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы. Студияда Мейрамгүл Салқынбаева. Алда көретіндеріңіз. Облыс әкімі Ерлан Қошанов Бұқар Жырау ауданына барып, аудандағы су тасқынына қарсы дайындық жұмыстарын тексерді. Сапар барысында жергілікті шенеуніктер мен сала басшыларына жағдайды қатаң бақылауға алуды тапсырды. Шағын дүкен иелері полиция қызметкерлері арандату әрекеттеріне баруда деп кәсіпкерлер палатасына шағым түсірді. Үштөбе ауылының мешіті көптеген игі істерге ұйытқы болып жүр. Соның бірі қаламыздағы спорт кешенінде мешіт жамағатының арасында спорттық ойындар өткізілді. Облыс әкімі Ерлан Қошанов сала басшыларымен бірге Бұқар Жырау ауданына барып, аудандағы су тасқынына қарсы дайындық жұмыстарын тексерді. Ауданда су басу қаупі туындап тұрған 16 елді мекен бар. Бүгінде су арналары кеңейтіліп, қорғаныс бөгеттері қойылды. Мамандар 25 су нысанындағы жағдайды бақылап отыр. Бұқар Жырау ауданында 25 ақпаннан бері су жүретін арықтар, құбырлар тазаланып, елді мекендер қардан аршылды. Аудандағы 26 ауылда жергілікті хабарландыру жүйелері орнатылған. Өткен жылдары осы өлкеде қаншама елді мекендер су басып, халық әбігерге түскен. Енді тәжірибелі мамандар ондай келеңсіздіктерге жол берілмейді дейді. Это быстрее будет? Самое габионы не быстрее. Да, он жұмысы ғой, она апарып жеткізіп. Это потом уже, где эти места есть, уже заделать, вот так вот оставить. Биыл қыстың соңғы күндерінде қар көп жауды. Сондықтан Бұқар Жырау ауданында Самарқанд су қоймасының айналасындағы ауылдарға қауіп төніп тұр. Бұған дейінгі алдын алу шараларымен қатар су жүретін кезге де қосымша құралдар дайын. Су қоймаларындағы су көлемі азайтылған. Енді мұзды жару жұмыстары 15 наурыздан басталады. Петровкада да не бар, сосын мына Павлодар трассаның қасында, біз 3 жерден мосттың қасында, сосын мына Ғабиден Мұстафин ауылының қасында. Келесі неделе И сосын мына кездерде басталып, осы ауылда да, сосын жаңа Чкалыпты, сосын мына кездерде мына Қызылжар, Қаражар, мына кездерде төмен кететін жерде, оларда бәріктеріне мынандай жаңаға суға защитный дамбаларды салдық. Ерлан Қошанов жылдағы су алатын Ғабиден Мұстафин кентінің тасқынға қарсы дайындық жұмыстарын жеке бақылауында ұстайтынын айтып, қатаң қадағалауды тапсырды. Ал осы аптаның соңында облыс үстінен тік ұшақпен ұшып, жағдайды әуеден көріп шықпақ. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімдігінде болған кезекті отырыста мемлекеттік сатып алулар бойынша жоспарлар нақтыланды. Күн тәртібіндегі мәселе аясында аймақ басшысы Ерлан Қошанов нақты тапсырмалар беріп, қаржы министрінің жаңа бұйрығына сәйкес тиісті жұмыстарды атқаруды тапсырды. Айта кету керек, Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік сатып алу ауқымы 81 миллиард теңгені құрап, жоспарланған байқаулардың 80% жарияланып үлгерген. Ағымдағы жылы Қарағанды облысы бойынша 1595 байқау жарияланып, қаржы көлемі 81 миллиард 835 миллион теңгені құраған. Алдағы уақытта әлеуметтік маңызы бар нысандарды салу және жөндеу жұмыстарына 40-тан аса жаңа байқаулар жарияланып, 11 миллиард 813 миллион теңгені құрайтын қомақты қаржы игерілмек. Сонымен қатар, қала мен аудандардың жеке бюджеттерінен қарастырылатын 160 байқау жарияланады деп жоспарлануда. Мемлекеттік сатып алулар басқармасының басшысы Мұрат Қадеков бюджеттің толық игерілмеуі мүмкін екендігін атап өтті. С 1 мая текущего года Ағымдағы жылдың 1 мамырынан бастап қаржы министрінің мемлекеттік сатып алудың біркелкі ұйымдастырушыларымен жүзеге асатын мемлекеттік сатып алу тауарлар, жұмыстар мен қызметтер тізімін анықтайтын мемлекеттік сатып алу жөнінде бұйрығына енгізілді. Аталмыш тізім ашық байқаулар мен аукциондарды жиі өткізуге жағдай жасайды. Сәйкесінше аудан және қала әкімдері бұйрықты 1 мамырдан бастап жүзеге асырулары қажет. Ерлан Жақанұлы аудан және қала әкімдеріне берілген тапсырмаларға тиянақты болуларын талап етті. Мемлекеттік сатып алулар бойынша өтетін байқауларды уақытында жариялау керектігін ескертіп, әкімшілік жұмыстарды облыс әкімінің бірінші орынбасары өз бақылауында ұстайтынын айтты. И Мұрат Шолтақович, продолжайте мониторинг. Мұрат Шолтағұлы, мониторинг жасауды жалғастырыңыз. Қажет болған жағдайда туындаған мәселелер аясында ұсыныстарыңызды білдіріңіз. Бұл бағдарламаның әрбір әкімшілеріне жауапкершілік жүктеледі. Сонымен қатар облыс әкімінің бірінші орынбасары өз қадағалауын алады. Қазіргі таңда мемлекеттік сатып алулардың арқасында 3 миллиард теңге көлемінде қаржыны үнемдеп қалғандығы қуантады. Алдағы уақытта да бюджеттік қаражат орынды жұмсалып, тіпті артылып қалады деп күтілуде.
Аягөз Тұрсынбай, Жасұлан Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал шағын дүкен иелері полиция қызметкерлері арандату әрекеттеріне баруда деп кәсіпкерлер палатасына шағым түсірді. Бүгінде жүздеген кәсіп иесі алкогольді ішімдіктерді кәмелеттік жасқа толмағандарға сату фактісімен ұсталып, лицензияларынан айырылған. Бизнес өкілдері кәмелет жасқа толмаған сатып алушыларды полицейлердің өздері жіберетініне сенімді. Салдарынан бизнес ошақтары жабылудың азақ алдында тұр. Юрий Тыл ласточка атты дүкенін сонау 90 жылдары ашқан екен. Бұл кәсіп қала тұрғыны үшін табыс табудың жалғыз көзі. Алайда соңғы уақыттарда бизнес өкілі дүкен жұмысына қатысты бірқатар проблемаларға тап болған. Кәсіп иесі келушінің түріне сеніп, құжатын сұрамай ішімдік сатқан. Салдарынан бір айға лицензиясынан айырылып отыр. Юрий бұл мәселеде полицейлер тарапынан арандатушылық әрекеті болғандығын және өз жасынан үлкен көрінетін жасөспірімді жалған сатушы ретінде тәртіп сақшыларының өздері жібергендігін айтып, шағымдануда. Такие провокации случаются. Мұндай арандатушылық әрекеттер аптасына бірнеше рет болады. Келушілердің бәрінен төлқұжаттарын сұрауға және кәмелет жасқа толмағандарға алкогольді өнімдер сатпауға біз міндеттіміз. Ал жалған сатып алушыларды әдейі полиция қызметкерлері өздері жіберді. Мен бұған сенімдімін. Аталмыш мәселе кәсіпкерлер палатасында көтеріліп, жиынға барлық жауапты мекемелердің мамандары қатысты. Жиында дүкен иелері кәмелетке толмағандарға алкогольдік өнім сатқан үшін сатушы емес, кәсіп иесі жауапқа тартылатындығын айтып, шағымданды. Ювеналды полиция бөлімінің басшысы Рүстем Құттыбаев кәсіпкерлердің шағымдары мен талаптарын тыңдап, мардымды жауап қайтарды. Оның айтуынша, қатаң шаралардың арқасында қаладағы қылмыс ахуалы әлде қайда жақсарған. Надо немножко шире смотреть. Бұл мәселеде екі жақты қарау керек. Біз әрине сіздердің жағдайларыңызды түсініп отырмыз, бірақ заңнан асып кете алмаймыз. Кәмелет жасқа толмағандарға және кешкі 9-дан кейін мүлдем ішімдік сатуға болмайтыны бәрімізге мәлім. Сондықтан заңды бұзбауымыз керек. Кәсіпкерлердің шағымын тыңдаған полиция өкілі қатаң шаралардың нәтижесінде жасөспірімдердің мас күйінде қылмыс жасауы бірнеше есе азайғандығын айтады. Ал арандатуға жол берген тәртіп сақшыларының әрекеті бойынша өзіндік қауіпсіздік басқармасына арыздануға кеңес берді. Ал палата өкілдері болса 21 жасқа толмағандарға алкоголь сатқан үшін сатушы да, құқық бұзушылыққа жол берген сатып алушы да кәсіпкермен бірге жауапкершілікке тартылу керек деген ұсыныс көтеріп отыр. Айдар Дөренұлы, Жасұлан Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының қоғамдық кеңесі 70% жаңа құраммен жасақталды. Кеңеске ұсынылған 39 адамның өтініші қабылданып, нәтижесінде барлығы дерлік мемлекеттік емес ұйым мүшесі болып сайланды. Белсенді қоғам мүшелерін 28 ақпан күні облыстық маслихаттың кезекті 23 сессиясында бекіткен болатын. Аймағымызда болып жатқан өзекті мәселелердің шешімін қарастырушылар енді басты назарды әлеуметтік сұрақтарға бағыттап, қалтқысыз еңбек етеміз деп уәде етуде. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 2015 жылдың 9 қарашасында қоғамдық кеңес жайлы заңға қол қойды. Сол күннен бастап еліміздегі көптеген әлеуметтік мәселелердің басы қасында жүрген ұйым осы уақытқа дейін біршама өзекті сұрақтардың шешімін тапқан. 3 жылдың ішінде 400-ден астам нормативтік құқықтық жобалар жүзеге асып, 3 рет ауқымды масштабта қоғамдық тыңдау өткізген. Елбасының жолдауында айтылды ғой, қазіргі ең жоғарғы мәселе ол кіріс, одан кейін качество жизни. Соны көтеру керек. Осы екі тұрғыдан алғанда бұл қоғамдық кеңестің маңызы, мәртебесі өте жоғары. Оған біз қатты көңіл бөлеміз. Жер дауы, аналардың өзекті мәселелері, қоршаған ортаның ластануы сынды маңызды сұрақтар легін көтеретін қоғамдық кеңесте белсенді позицияны ұстанатын тұлғалар мүшелік етеді. Олардың қатарында маслихат депутаттары, мемлекеттік қызметкерлер, қоғам және мәдениет қайраткерлері, бақ өкілдері сынды түрлі саланың қызметкерлері бар. Алайда жастар жылы қарсаңында алқалы кеңес қатары небәрі 2 жас жалынмен толыққан көрінеді. Зачастую у нас министерство, ведомство, уполномоченные органы
Көбіне мемлекеттік органдар нормативтік актілерді жүзеге асырушылар болып табылады. Шешім қабылдайды, өздері орындайды және өздері бақылау жүргізеді. Бұдан ештеңе де шықпайды. Сондықтан қоғамдық кеңес қатаң қадағалайтын, сұрайтын және ұсыныс білдіретін құзыретті орган болып табылады. Құрамы жаңа өкілдермен толыққан қоғамдық кеңес ағымдағы жылы өзекті әлеуметтік мәселелерді қолға алмақ. Халық пен билік ортасындағы дәнекерміз деп өздерін таныстырған ұйым мүшелері мемлекеттік органдардың аталмыш бағытта атқаратын жұмыстарын қатаң бақылауымызда ұстаймыз деп уәде берді. Аягөз Тұрсынбай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Жедел көмек қажет. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде қайырымдылық жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Жиналған қаржы дертке шалдыққан сәбилер Ильяс Қобыланды мен Азалия Файзулаеваның еміне жұмсалмақ. Бұл шараға студенттер мен еріктілер клубы мұрындық болды. Номер 084 номер. Ильяс Қобыландының туғанына 10 ай болыпты. Нәресте қатерлі ісік дертіне шалдыққан. Балаға Түркияда жедел ота жасау керек. Ал Азалия Файзулаева БЦП-ға ұшырап, яғни мидың салдануы деп диагноз қойылған. Сәби 6 айлығынан бастап ауыра бастаған екен. Бүгінде 4 жаста. Азалия отбасында екінші бала. Ата-аналардың пікірінше дәрігерлердің сараптамасына сай балаларға емделіп кетуге мүмкіндік бар. Негізі бізде мүмкіндік бар, средний степень диагнозы. Күнде постоянно өзбек реабилитация алып отырса, жазылады, аяғынан тұрып жүреді дәрігерлердің айтуына. Қазіргі күнде біз реабилитацияға барамыз постоянно. Біз негізі 3-4 ай бұрын сбор ашқанбыз. Сборымыз өкінішке орай жақсы жүрмей жатыр. Осы Көдібай волонтерлық несіне үлкен алғысымды айтамын. Көмек қолын созған жандарға рахметімді айтамын. Қайырымдылық шарасын Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті философия және психология факультетінің студенттері ұйымдастырды. Бұл бастама еріктілер клубының қолдауымен жүзеге асты. Акция аясында университет корпусында жәрмеңке өткізілді. Оған қоса жиналған қауым арнайы жәшікке қолма-қол ақша да салып жатты. Игі іске кафедраның ұстаздары мен 40-қа тарта студент атсалысты. Сатылған заттардың барлығы осы екі баланың негізгі еміне жұмсалады. Бұл қайырымдылық шараның негізгі барысы осы балаларды қолдау. Бұл шараға біз Көдібай волонтерлық клубы студенттері арнайы қолдан жасалған заттарын, тамақ өнімдерін сатып, өздері көмек көрсетуде. Қаламызда мұндай көмекті қажет ететін жандар жетерлік. Алайда оларға қайырымды адамдар қолдау білдірсе, үлкен демеу болар еді дейді шараны ұйымдастырушылар. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Үштөбе ауылының мешіті көптеген игі істерге ұйытқы болып жүр. Соның бірі қаламыздағы спорт кешенінде мешіт жамағатының арасында спорттық ойындар өткізілді. Онда мешіттің жастар және әйелдер секторының мүшелері жалпы отбасылық 23 жұп сайысты. Отбасылық спартакиадада әкесі баласымен 11 жұп және анасы қызымен 14 жұп құрады. Жарыста ер адамдар жеке, әйел адамдар жеке сайысты. Ерлер арасында жалауды тез жеткізу, теннис ракеткасымен шарын түсіріп алмай жарысу, қаппен жүгіру, нысана көздеу сияқты 13 сайыс түрі белгіленді. Үштөбе мешітінің имамы Жандос қажының бастауыменен бүгінгі мына осы сау дене, озат ақыл, адал көңіл үшеуімен болады. Бақытты болады өмір атты отбасылық спорттық шара ұйымдастырылуда. Мына бүгінгі шараға қатысатын адамдарға ұзақ өмір тілеймін, табыс тілеймін. Мешіттер тек халықты имандылыққа тартумен ғана шектелмейді. Олар спорттық, мәдени, рухани түрлі істерге де мұрындық болып келеді. Үштөбе мешітінде ақсақалдар, әжелер алқаш және әйелдер мен жастар секторлары бар. Мешіттің осы 4 ұйымы жастарды ізгілікке баулу, қыз балаларды көркем тәрбиелеу, игі бастамаларды жүзеге асыру сияқты істермен айналысады. Осынау өткізілген спартакиадада көптеген жұмыстардың бір көрінісі ғана дейді облыстың өкілі имамы. Бұның бәрі келер ұрпаққа, жас ұрпаққа, жас буынға беріп жатқан тәрбие, тәлім, яғни олардың өскелең жасөспірімдердің бір дұрыс жолда, дұрыс рухани үлкен деңгейде жетілуін біз мақсат тұтамыз.
Өкіл имамның пікірінше биыл елбасы жастар жылы деп белгіледі. Осы бастама аясында өңірдегі мешіттерде түрлі істер жоспарлаған. Имамдар ел ішінде уағыз айтудан бөлек ұлттық игіліктерді насихаттауға, саламатты өмір салтын қалыптастыруға да ықпал жасауда. Мұндай шараларды өткізуге Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өзі тапсырма берген. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарым осы. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.